Сәлем достар, анама қош келдіңіздер. Бүгін қуырылған балық дайындайтын боламыз. Шуылған балықтарымызды салфеткілерге салып тоңдатып алатын боламыз. Анама жазылып, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Балыққа керек заттарды дайындап алатын боламыз. 120-150 граммдай ұн, арнайы балықтың приправасы және 1 шай қасық тұз керек болады. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Мен жалпы өзім көз мөлшерінде алдым. Өзіңіздің балығыңыздың мөлшеріне қарай аласыз. Егер көп болатын болса балығыңыз көп те алып аласыз. Егер аз болатын болса аз қылып аласыз. Дайын болған балығымызды қызып тұрған тавада қуырып алатын боламыз. Екі жағы қызарғанша 10-15 минут қуырып алатын боламыз. Қуырып дайын болған балықтарымыздың барлығын осы пісіп жатқан табаға салып, үстіне 2 дана үлкен жуанымызды салып, тағы да 10-15 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Жуа салғанымыз кішкене балық сочный болсын деп салдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай балықты баяу отта 10-15 минутқа қалдырамыз. Балығымыз дайын болды.
тамақтарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.